Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына бір орамал жайында айтып кетейікші. Енді біз қазақта орамал дейміз, арабшада хиджаб деп қояды. Бұл жай ғана нәрсе емес. Бұл біреуге еліктеушілік емес, біреуден қалған киім үлгісі емес. Бұл Аллахтың тікелей бұйрығы ғой. Бұл ұлы бір ғибадат. Әсіресе біздің заманымызда. Ол ұлы бір ғибадат. Сол үшін өзі Құранда мына орамалға қатысты аяттарға келетін болсақ, әйел адамдарға енді кең көйлегін киіп, орамаларын төбесінен төгіп, кеудесіне басып кисін деген аяттарды қарайтын болатын болсақ, бір қызық нәрсені көреміз. Аллах тағала жай ғана әйелдер орамал тақсын деп айтпайды. Ол аяттарда иман келтірген әйелдер тақсын деп айтылғанда. Нұр сүресі болсын, яки болмаса Ахзаб сүресі болсын, егер қарайтын болатын болсақ, Аллах тағала не деп айтады? Вақул лил муъминати, айт иман келтірген әйел адамдарға айтыңдар дейді. Яки болмаса ванисал муъминин, иман келтірген кісілердің әйелдеріне айтыңдар деп келеді. Сонда иманмен қатыстырып айтып отырады. Аллах тағала жер бетінің әйелдерінің бәріне орамал тақ деп айтпаған. Иман келтіргендерге орамалдарын тақсын деген. Өйткені бұл онымен тікелей байланысы бар. Өйткені қайсы бір әйел затының жүрегі иманға оралған болатын болса, ол еш жерден бұйрық күтпейді, оның басы орамалға орала бастайды. Ал енді жүректегі иман жайлап төгіліп бара жатқан болатын болса, бастағы орамал да жайлап төгіліп түсіп қалады екен. Тамырынан нәр кеткен талдың жапырағы төгілгендей. Сондықтан бұл онымен тікелей байланысты. Сол үшін мына заманда орамал тағып жүрген қарындастарымыз, қыздарымыз, олар жай ғана орамал тағып жүрген жоқ. Бұл бастарындағы орамалы жүрегіндегі иманның берген жемісі болып табылады. Аллах тағала сол үшін иман келтірген әйелдер тақсын деген бәріне айта салмаған. Жалпы Құран аятын қарасақ, Аллах тағала адамның әуретінің бөтен көзден жасырынғанын қалайды. Бөтен көзден, ұрлыққа көздерден сақтанған қалайды. Бірақ шайтан болатын болса, адамдардың әуретінің ашылғанын қалайды екен, керісінше. Сондықтан шайтан адамдарды шешіндіруге бар күшін салып тұр, ал шариғат әйел затын көшеге шыққан кезде киіндіруге насихат жасап тұрады екен. Сондықтан бұл орамал жай ғана нәрсе емес, бұл орамал дегеніміз Аллах тағаланың сүйген құлына беретін иманның көрінісі болып табылады екен. Өйткені хадисте келеді: «Инналла юътид дуня ман юхиб, ва ман ла юхиб, ва ла юътил имана илля ман ахаб» дейді. Аллах дүниені сүйген құлына да береді, сүймеген құлына да береді, ал иманды тек қана сүйген құлына береді деп айтқан. Сол сүйген құлына беретін иманның, әйелдің адам жүрегіндегі иманның жемісі ол басындағы орамалы болып табылады екен.